Топыраққа арнап болғаннан кейін, осы жерде бүгінгі қорғау топыраққа болғаннан кейін арнайым. Шөлдер, құмдар өзгерсе бақша болып, жұлдыздарға адамдар жатса қонып, адыра қап айла күш тұрар сонда, ақыл менен парасат патша болып дейді. Бұдан артық не керек? Өйткені шөлді де, құмды да бәрін жасайтын ол ақыл, ол парасаттылық. Ақыл бір бөлек, парасаттылық бір бөлек. Парасаттылық деген қалай? Ол кішіпейіл, ол жан-жақтылық, ол адамға жанаша тұратын адам, ол парасаттылық. Ал ақыл соның бәрін орындайды. Шөлді де, құмды да бақша қылады. Міне сол бақша қылатын топырақты зерттеп отқан сендер. Сондықтан да біздің еліміз әлі бақша да бәрі болады. Өйткені шөл көп бізде. Біздің 40% жеріміз шөл, оны білесіңдер. Сондықтан да соны шөлдің бәрін бақша қылып, мықты қылатын осы бүгінгі мамандар. Соның ішінде міне Азамат өзің бастап, мына жерде екі сенің артыңнан келе жатқан мықты топырақ мамандар отыр. Сондықтан еліміз өркендей берсін, көркейе берсін, еліміз бақша болсын, жұлдыздарға да игерейік. Өйткені ғалым адамдарымыз. Сондықтан біздің казгумыз жасай берсін, еліміз жасай берсін. Мен үнемі студенттерге айтып айтамын. Мынау қай жерде болсаң да сөйлеген кезде ғылыммен алып жүректерді елжіретіп, казгудың туын жоғарыдан желбіретіп жүре беріңдер дейді.